Сәлем, достар. 2025 жылдың 16 тамыз күніне арналған жұлдыз жорамалдарына қош келдіңіз. Бұл кезең өзімізді қайта танып, жүрек үніне құлақ асатын маңызды уақыт. Ендеше әр белгіге не дайын тұрғанын бірге білейік. Торпақ. Бүгінгі күн сіз үшін байсалды, бірақ ішкі жағынан жылы әрі тұрақты энергияға толы болмақ. Сіз әдетте асықпайтын, бірақ нақты қадамдар жасайтын белгісіз. Міне, осы қасиетіңіз дәл бүгін сізге пайда келеді. Жалпы көңіл күй. Таңертең өзіңізді жайлы әрі сенімді сезінуіңіз мүмкін. Көптен бері ойда жүрген бір істі бастауға немесе аяқтауға мүмкіндік туады. Интуицияңыз бүгін күшейеді, сондықтан шешім қабылдағанда ішкі даусыңызды тыңдаңыз. Карьера және жұмыс. Жұмыста күрделі тапсырмалардан қашпағаныңыз үшін. Сізге басқалар сеніп тапсырған істі соңына дейін жеткізу беделіңізді арттырады. Мансаптық тұрғыда, кішкентай болса да, бір маңызды қадам жасауыңыз мүмкін, бұл болашақта үлкен өзгерістердің бастауы болуы ықтимал. Кеңсе ішінде немесе жұмыс орнында шиеленісті жағдай тууы мүмкін, бірақ сіздің сабырлы мінезіңіз бәрін реттейді. Қаржы жағынан тұрақтылық күтіп тұр. Үнемшілдік пен жоспарлы шығын сіздің басты артықшылығыңыз болады. Ірі сатып алуларға асықпаған жөн, бірақ пайдалы инвестиция мүмкіндігі туады. Махаббат және қарым-қатынас. Жұптары бар тұрпақтар үшін бұл күн жылы әңгімелер мен бір-бірін түсінудің уақыты. Жалғыз жүргендер үшін танысу мүмкіндігі жоғары, бірақ асықпай, адамды жақсылап тану керек. Өткеннен бір адам қайта хабарласуы мүмкін, бірақ ол сіздің қазіргідей тыныш өміріңізге мүмкін екенін ойланыңыз. Денсаулық. Бүгін өзіңізді физикалық тұрғыдан жақсы сезінесіз, бірақ артық күш түсірмеңіз. Жаяу серуен, таза ауа, жеңіл тамақтану сіздің энергияңызды арттырады. Ұйқы режимін бұзбауға тырысыңыз, әйтпесе ертең шаршаңқы оянасыз. Кеңес. Сабыр мен сенімділік бүгінгі күннің кілті. Асықпай, бірақ нық қадамдар жасаңыз. Бүгін қабылдаған шешімдер болашақта тұрақтылық әкеледі. Егіздер. Бұл күн сіз үшін ақпарат алмасу, идеялармен бөлісу және жаңа таныстар табу күні болмақ. Сіз әдетте белсенді, көпшіл және ойыңызда 100 түрлі жоспар жүретін белгісіз, бүгін сол қасиетіңіз артықшылыққа айналады. Жалпы көңіл күй. Таңертеңнен бастап энергияңыз жоғары, миыңыз жаңа идеяларға толы болуы мүмкін. Күтпеген бір қоңырау немесе хабарлама күн жоспарыңызды өзгертеді, бірақ жақсы жаққа. Қоршаған ортада болып жатқан өзгерістер сіздің жоспарларыңызға да әсер етуі ықтимал. Карьера және жұмыс. Бүгін жұмыс барысында тапқырлығыңызбен ерекшеленесіз. Басшылар мен әріптестер сіздің ұсыныстарыңызды қолдауы мүмкін. Командалық жұмысқа қатысу немесе жобаға жаңа көзқарас енгізу сіздің беделіңізді арттырады. Егер жеке кәсіппен айналыссаңыз, клиенттермен байланыс орнату үшін тамаша күн. Қаржылық тұрғыдан тұрақсыздық болмаса да, бүгін күтпеген кішігірім табыс немесе жеңілдік алуыңыз мүмкін. Интернет арқылы ақша табу немесе қосымша табыс көзін іздеу тиімді нәтиже береді. Қарыз беруде абай болыңыз, қайтару мерзімі ұзарып кетуі ықтимал. Махаббат және қарым-қатынас. Жұптары бар егіздер серіктесімен терең әңгіме құрып, болашаққа жоспар жасайды. Жалғыз егіздер үшін танысу мүмкіндігі жоғары, әсіресе әлеуметтік желі немесе достар арқылы. Бұрынғы бір адам қайта байланысуы мүмкін, бірақ оның мақсатын анықтаған дұрыс. Денсаулық. Көп ақпарат пен қарбалас күн тәртібі жүйкеңізді шаршатуы мүмкін, сондықтан уақытылы демалыс маңызды. Кофеинді азайтып су ішу режимін сақтаңыз. Медитация, тыныс алу жаттығулары сізді қайта теңестіреді. Кеңес. Асығыстық пен шашыраңқылық сіздің басты жауыңыз. Энергияны дұрыс бағыттасаңыз, бір күнде көп нәрсеге үлгересіз. Шаян. Бұл күн сіз үшін жан тыныштығын табу, үй мен отбасыға көңіл бөлу, эмоциялық байланыстарды нығайту күні болмақ. Сіз жүрек жылулығы мен қамқорлығы басым белгісіз, ал бүгін сол қасиетіңіз айналаңызға ерекше әсер етеді. Жалпы көңіл күй. Таңертеңнен бастап сіздің ойыңыз жақындарыңызда болады. Қандай да бір ескі естеліктер ойға оралуы мүмкін, бұл сізді бір сәтке сезімтал қылады.
Үйде ұсақ-түйек жұмыстарды реттеу, тазалау немесе жаңа нәрсе қосу көңіліңізді көтереді. Интуицияңыз бүгін өте күшті, бір жағдайда алдын ала сезіп қоюыңыз ғажап емес. Карьера және жұмыс. Жұмыста ұсақ детальдарға мұқият болу сізді қателіктерден сақтайды. Басқалар байқамай кеткен мәселелерді сіз оңай аңғарасыз. Әріптестер арасында дипломатиялық қабілетіңізбен бедел жинайсыз. Қашықтан жұмыс істейтін шаяндар үшін бұл күн өнімді болады, тыныш ортада ойыңыз жақсы жұмыс істейді. Қаржы. Қаржыда тұрақтылық, бірақ ірі шығынға асықпаған жөн. Үйге немесе отбасыға қатысты бір шығын болуы мүмкін, жөндеу, сыйлық, тұрмыстық техника алу. Егер инвестиция жасасаңыз, қауіпсіз, сенімді жобаларды таңдаңыз. Махаббат және қарым-қатынас. Жұптары бар шаяндар бүгін романтикалық кеш ұйымдастырса, сезімдері тереңдейді. Серіктеспен ескі реніштерді талқылап, толық түсіністікке келуге мүмкіндік бар. Жалғыз жүрген шаяндар үшін танысу мүмкіндігі отбасы достары арқылы немесе таныс ортада туындайды. Эмоцияға беріліп, асығыс шешім қабылдаудан сақтаныңыз. Денсаулық. Эмоциялық тұрақтылыққа көңіл бөліңіз, ашулану немесе уайымдап қалу физикалық шаршауға әкелуі мүмкін. Бүгін жылы душ, тыныш музыка, хош иісті майлар сіздің көңіл күйіңізді жақсартады. Ас қорыту жүйесіне ауыр тамақ салмаңыз. Кеңес. Үйіңіздің жылуы жүрегіңіздің айнасы. Жақындарыңызбен қарым-қатынасты бекемдеңіз, сіздің қамқорлығыңыз оларға шексіз қуаныш сыйлайды. Арыстан. Бүгін сіз үшін батыл қадамдар, назарда болу және өз позицияңызды сенімді қорғау күні болмақ. Сіз табиғатынан көшбасшы, харизмаңызбен өзгелерді жетелейтін жансыз, ал бүгін жұлдыздар сіздің сол қабілетіңізді одан әрі күшейтеді. Жалпы көңіл күй. Таңертеңнен бастап өзіңізді өте белсенді, сергек сезінесіз. Қоршаған адамдар сізге ерекше назар аударады. Бұл күн өзіңізді көрсетуге таптырмас мүмкіндік. Интуицияңыз дұрыс бағыт береді, бірақ эмоцияға беріліп кетпеуге тырысыңыз. Күннің екінші жартысында жақсы жаңалық немесе мақтау естуіңіз ықтимал. Карьера және жұмыс. Жұмыста сіздің бастамаларыңыз қолдау табады. Көшбасшылық қабілетіңізбен команданы бір мақсатқа жұмылдыра аласыз. Басшылар немесе серіктестер сіздің еңбегіңізді бағалап, жаңа ұсыныс беруі мүмкін. Жаңа жоба бастауға қолайлы сәт, бірақ барлық детальды мұқият ойластырыңыз. Қаржы. Қаржы жағынан тұрақты кезең, бірақ табысты көбейту үшін қосымша мүмкіндіктер туындауы мүмкін. Сыйақы, бонустар немесе күтпеген табыс болуы ықтимал. Ірі шығынға барсаңыз, оны ұзақ мерзімді пайда келетіндей етіп жоспарлаңыз. Махаббат және қарым-қатынас. Жұптары бар арыстандар үшін бұл күн романтикалық көңіл күй мен бір-біріне мақтаныш сезімін арттырады. Серіктесіңізбен бірге ортақ мақсаттарға жету жайында әңгімелесу қарым-қатынасты нығайтады. Жалғыз жүргендер үшін назар аударған адамның өзі сізді іздейді. Бүгінгі харизмаңыз адамдарды сізге тартады, бірақ жүрегіңізге кім кіретінін мұқият таңдаңыз. Денсаулық. Энергияңыз мол, бірақ шамадан тыс белсенділік шаршатады. Дене қимылы қажет, спортпен айналысу, би немесе ұзақ серуен жақсы әсер етеді. Рационға дәруменге бай тағамдар қосыңыз, әсіресе жемістер мен көкөністер. Кеңес. Бүгін сіз өз тағдырыңыздың капитаны. Батыл болыңыз, бірақ ақылға салып қадам жасаңыз. Сіздің харизмаңыз ең мықты қаруыңыз. Бикеш. Бүгін сіз үшін тәртіп, нақтылық және ұсақ детальдарға мұқият болу күні болмақ. Сіз табиғатынан еңбекқор, талдаушы және барлық нәрсені жүйелеп ұнататын белгісіз. Ал бүгін осы қасиеттеріңіз ерекше қажет болады. Жалпы көңіл күй. Таңертеңнен бастап бір істі бастауға немесе бұрынғы жобаны аяқтауға ынтаңыз артады. Бүгін айналадағы тәртіпсіздікке шыдай алмай, бәрін ретке келтіргіңіз келеді. Интуицияңыз ұсақ түйектен маңызды сигналдарды табуға көмектеседі. Күннің екінші жартысында бір кішкентай, бірақ қуанышты жаңалық естуіңіз мүмкін. Карьера және жұмыс. Жұмыста ұқыптылығыңыздың арқасында қателіктердің алдын аласыз. Басшылар сіздің еңбегіңізді байқап, алдағы уақытта жауапкершілігі жоғары тапсырма беруі ықтимал. Құжаттар, келісімшарттар немесе есеп-қисаппен айналысуға қолайлы күн.
Егер өз ісіңіз болса, жаңа стратегия жасау, немесе жоспарды қайта қарау тиімді нәтиже береді. Қаржы. Бүгін қаржылық тәртіпті сақтау маңызды. Шығындарыңызды талдап, қажетсіз нәрселерден бас тарту арқылы болашақта үлкен үнем жасай аласыз. Инвестиция немесе сақтандыру мәселесін қарастыруға қолайлы уақыт. Махаббат және қарым-қатынас. Жұптары бар бикештер үшін қарым-қатынасты жақсарту үшін ашық, сабырлы диалог маңызды. Сүйіктіңізге кішігірім сыйлық немесе күтпеген қамқорлық жасау сезімдерді тереңдетеді. Жалғыз жүргендер үшін танысу мүмкіндігі жұмыс орнында немесе кәсіби ортада туындауы мүмкін. Кімге сену керегін дұрыс ажыратыңыз, бәрі сіз ойлағандай адал болмауы мүмкін. Денсаулық. Ұйқы мен тамақтану режимін сақтау маңызды. Ас қорыту жүйесін ауырлатпайтын жеңіл, пайдалы тағамдар жеу керек. Жеңіл спорт немесе йога сіздің физикалық және психикалық тепе-теңдігіңізді сақтайды. Кеңес. Тәртіп сіздің басты артықшылығыңыз. Бүгін жасаған жүйелі қадамдарыңыз ертең үлкен нәтижеге жеткізеді. Таразы. Бүгін сіз үшін баланс табу, қарым-қатынасты жақсарту және шығармашылықты дамыту күні болмақ. Сіз табиғатынан үйлесімділікпен сұлулықты бағалайтын, адамдармен тіл табысуда шебер белгісіз. Ал 16 тамызда бұл қабілеттеріңіз сізге жаңа мүмкіндіктер ашады. Жалпы көңіл күй. Таңертеңнен бастап ішкі үйлесімділік пен тыныштыққа ұмтыласыз. Әдеттегі істердің өзінде әсемдік пен жайлылық іздейсіз. Бүгін сізге кездейсоқ бір әңгіме немесе оқиға жаңа идея сыйлауы мүмкін. Эстетикалық көңіл күй, киім таңдау, үйді сәндеу немесе шығармашылықпен айналысуға итермелейді. Карьера және жұмыс. Жұмыста келіссөздермен бірлескен жобалар сәтті өтеді. Сіздің дипломатияңыз қиын жағдайды бейбіт шешуге көмектеседі. Өнер, дизайн, сату немесе саласында жүргендер үшін шабыт пен өнімділік жоғары болады. Жаңа серіктестік құруға немесе кәсіби байланыстарды кеңейтуге қолайлы сәт. Қаржы. Қаржылық жағдай тұрақты, бірақ сән мен әсемдікке жұмсалатын шығын артуы мүмкін. Үнем мен сапа арасындағы тепе-теңдікті табуға тырысыңыз. Инвестицияға келсек, серіктес арқылы немесе топтық жобаларда жақсы нәтиже көруіңіз ықтимал. Махаббат және қарым-қатынас. Жұптары бар таразылар үшін бұл күн романтика мен түсіністікті күшейтеді. Серіктесіңізбен болашаққа жоспар құру, ортақ хоббиге уақыт бөлу қарым-қатынасты жақсартады. Жалғыз жүргендер үшін танысу мүмкіндігі әлеуметтік ортада, мәдени іс-шарада немесе достар кездесуінде туады. Бүгін сіздің сымбаттылығыңыз бен әдептілігіңіз адамдарды өзіңізге тартады. Денсаулық. Психологиялық тепе-теңдікті сақтау маңызды, артық уайымнан аулақ болыңыз. Жеңіл спорт, йога немесе бимен айналысу көңіл күйіңізді көтереді. Су ішу режимін сақтап, тәтті мен майлы тағамды азайту пайдалы болады. Кеңес. Өз өміріңізде тепе-теңдікті сақтай білсеңіз, сыртқы әлемде сізге үйлесімді болып көрінеді. Саршаян. Бұл күн сізге интуицияны тыңдау, батыл қадам жасау және ішкі энергияны дұрыс арнаға бұру үшін берілгендей болады. Саршаяндар үшін бүгінгі сәттер аса маңызды, ойыңыздағыны іске асыруға, кедергіні бұзып өтуге қолайлы уақыт. Жалпы көңіл күй. Күш-қуатыңыз артып, мақсатқа жету үшін ерекше ынта пайда болады. Интуицияңыз күшейеді, адамдардың жасырын ойын сезе аласыз. Кейбір жағдайларда эмоция басым болуы мүмкін, сондықтан сабырды жоғалтпаңыз. Күннің екінші жартысында тосын жаңалық немесе құпия ақпарат аласыз. Карьера және жұмыс. Мақсатқа жету үшін тәуекел етуге дайын боласыз, бұл кейде батыл шешімге әкеледі. Қызметте бәсекелестермен жарыс жүріп жатса, сіздің табандылығыңыз жеңіске жеткізеді. Терең зерттеу, деректерді талдау немесе құпия жобалармен айналысатындар үшін өте қолайлы күн. Бірігіп жұмыс істеуде бақылаушы емес, көшбасшы рөлін атқарғаныңыз дұрыс. Қаржы. Қаржыда күтпеген пайда немесе жасырын табыс көзі пайда болуы мүмкін. Инвестиция немесе үлкен мәміле жасауда аса мұқият болыңыз, ұсақ жазуларды оқыңыз. Қарыз беруден немесе тым тәуекелді қаржы қадамдарынан аулақ болған жөн.
Махаббат және қарым-қатынас. Қарым-қатынаста сезім тереңдейді, бірақ қызғанышқа жол бермеңіз. Жұптар арасында құпияны ашу немесе маңызды әңгіме болуы мүмкін. Жалғыз жүрген саршаяндар үшін танысу түнгі уақыттағы іс-шарада, онлайн байланыста немесе жұмыс орнында болуы ықтимал. Сіздің жұмбақ әрі тартымды мінезіңіз адамдарды қызықтырады. Денсаулық. Энергия көп, бірақ оны дұрыс бағытқа жұмсамасаңыз, жүйкеңіз шаршауы мүмкін. Медитация, тыныс алу жаттығулары, табиғатта серуендеу пайдалы. Тамақтануда ауыр және ащы тағамды азайтқан жөн. Кеңес. Жасырын күшіңіз сіздің қаруыңыз. Оны ақылмен пайдаланыңыз, сонда кез келген кедергіні жеңесіз. Мерген. Бүгін сіз үшін еркіндік, жаңа әсерлер және ой-өрісті кеңейту күні болмақ. Мергендер әрқашан алысқа ұмтылып, жаңа білім мен тәжірибеге құмар келеді, ал бүгін соны іске асыруға таптырмас мүмкіндік туады. Жалпы көңіл-күй. Күн бойы бойыңызда көтеріңкі көңіл-күй мен шабыт сезіледі. Жаңа идеялар туып, болашаққа жоспар құруға ынта артады. Бүгінгі оқиғалар сізді жаңа бағытқа бұруы мүмкін, оған ашық болыңыз. Ұсақ-түйекке мән бермей, үлкен мақсаттарға назар аударыңыз. Карьера және жұмыс. Жұмыста жаңа жоба немесе ұсыныс алуыңыз ықтимал, ол сіздің тәжірибеңізді байытады. Шетелдік әріптестермен байланыс, жаңа серіктестік орнату үшін қолайлы күн. Іскерлік сапар, семинар немесе оқыту курсы сізге жаңа есіктер ашады. Бүгін идеяңызды ашық айту, бастама көтеру, беделіңізді арттырады. Қаржы. Қаржылық мүмкіндіктер көбейеді, әсіресе білімге, шетелмен байланысты бизнеске инвестиция жасауда. Құмар ойындардан, тәуекелді мәмілелерден аулақ болыңыз, асығыстық шығынға әкелуі мүмкін. Сапар немесе оқу үшін ақша жұмсау тиімді инвестиция болмақ. Махаббат және қарым-қатынас. Қарым-қатынастағы адамдармен ашық, шынайы әңгіме құру оң нәтиже береді. Жұптар арасында ортақ мақсаттар мен саяхат жоспарлау жақындастырады. Жалғыз жүрген мергендер күтпеген жерде танысуы мүмкін, әсіресе сапарда немесе жаңа ортада. Романтикалық көңіл-күй артып, өз сезіміңізді еркін білдіре аласыз. Денсаулық. Энергияңыз мол, бірақ артық физикалық жүктемеден сақ болыңыз. Ашық ауада серуендеу, спортпен айналысу күш-қуатыңызды арттырады. Асқазанға ауыр түсетін тағамдардан қашыңыз, жеңіл әрі пайдалы ас таңдаңыз. Кеңес. Алысқа көз тастасаң, жол табасың. Бүгін бастаған қадамдарың ертең үлкен мүмкіндіктердің есігін ашады. Тәуешкі. Тәуешкілер үшін бүгін тәртіп, мақсаткерлік және жүйелі жұмыс күні болмақ. Сіз өмірдің әр саласында тұрақтылық пен нақты жоспарға сүйенесіз, ал бүгінгі жұлдыздар сізді сол қасиеттеріңіз арқылы үлкен нәтижеге жетуге шақырады. Жалпы көңіл-күй. Бүгін өзіңізді байсалды, ұстамды және жинақы сезінесіз. Көптен бері кейінге қалдырып жүрген істеріңізді қолға алуға жақсы күн. Ішкі тәртіп пен шыдамдылық сізді басқалардан ерекшелендіреді. Бүгін жасаған еңбегіңіз ұзақ мерзімде жемісін береді. Карьера және жұмыс. Басшылықтан мақтау естуіңіз мүмкін, әсіресе жауапты тапсырмаларды тиянақты орындасаңыз. Ұсақ-түйек қателіктерге жол бермеу үшін құжаттарды, есептерді мұқият тексеріңіз. Жаңа жоба бастауға қолайлы күн, бірақ бәрін алдын ала жоспарлап алған жөн. Командада көшбасшы рөліне шығуыңыз мүмкін, бұл сіздің беделіңізді көтереді. Қаржы. Қаржылық тұрақтылықты сақтау үшін артық шығыннан аулақ болыңыз. Инвестиция жасауда сақтық қажет, тек сенімді жобаларды таңдаңыз. Күтпеген қосымша табыс болуы ықтимал, бірақ оны жинақтаған дұрыс. Махаббат және қарым-қатынас. Жұптағы тәуешкілер үшін бүгін серіктеспен болашаққа нақты жоспар құруға жақсы сәт. Отбасында тыныштық пен түсіністік орнайды, бірақ оны сақтау үшін эмоцияны тежеп, сабырлы болу керек. Жалғыз жүргендер жұмыс орнында немесе кәсіби ортада ерекше адаммен танысуы мүмкін. Денсаулық. Бүгінгі басты қауіп шаршау мен бұлшықет ауырсынуы. Жұмыстан кейін жеңіл серуен, массаж немесе жылы ванна сізге пайдалы болады.
Дұрыс тамақтану мен ұйқы режимін бұзбауға тырысыңыз. Кеңес. Төзімділік жетістікке жетелейтін кілт. Бүгінгі аз ғана қадамыңыз ертең үлкен жеңістердің бастауы болады. Су құйғыш. Су құйғыштар үшін бүгінгі күн шығармашылық пен жаңашылдықтың шарықтау кезеңі. Жұлдыздар сізге шабыт, ерекше идеялар және адамдармен күтпеген байланыстар сыйлайды. Бүгін сіздің ойлау қабілетіңіз әдеттегіден де терең, ал қиялыңыз өте ұшқыр болады. Жалпы көңіл күй. Бүгінгі энергия сізді өзгелерден айрықша етеді, айналаңыздағылар сізді ерекше адам ретінде қабылдайды. Сіздің интуицияңыз мықты жұмыс істейді, сондықтан ішкі сезіміңізге сеніңіз. Оқиғалар күтпеген бағытта өрбуі мүмкін, бірақ ол сіздің пайдаңызға шешіледі. Карьера және жұмыс. Жұмыста креативті шешімдер табу арқылы әріптестердің алдында беделіңіз артады. Басшылық жаңа идеяларыңызды қолдап, сізге жаңа жоба ұсынуы ықтимал. Еркін ойлау мен стандарттан тыс әрекеттер сізге табыс әкеледі. Дегенмен ұсақ-түйек детальдарды ұмыт қалдырмаңыз, шығармашылықта да тәртіп керек. Қаржы. Қаржылық тұрғыда бүгін күтпеген кіріс немесе сыйақы алу ықтималдығы бар. Жаңа табыс көзі туралы ұсыныс түсуі мүмкін, бірақ оны бірден қабылдамай, зерттеңіз. Қайырымдылыққа немесе достарға көмектесуге ниетіңіз артады. Махаббат және қарым-қатынас. Жұптағы су құйғыштар үшін романтикалық тосынсый жасауға қолайлы күн. Серіктесіңізбен шынайы әңгіме құру қарым-қатынасты тереңдете түседі. Жалғыз жүргендер үшін бүгін әлеуметтік желіде немесе саябақта күтпеген танысу мүмкіндігі туындайды. Денсаулық. Бүгінгі жоғары энергия сізді шаршатуы мүмкін, сондықтан күшіңізді бір қалыпты жұмсаңыз. Жаяу серуендеу, табиғатта уақыт өткізу сізге рухани да, физикалық та күш береді. Су ішу режимін қадағалаңыз және ұйқыңызды жеткілікті алыңыз. Кеңес. Өзгеше болудан қорықпаңыз. Бүгін сіздің ерекше ойларыңыз ертең біреудің өмірін өзгертуі мүмкін. Балықтар. Балықтар үшін бүгінгі күн эмоция мен ішкі үйлесімге толы кезең. Сіз өзіңіздің ішкі әлеміңізбен терең байланыс орнатасыз және айналаңыздағы адамдардың көңіл күйін ерекше сезесіз. Интуицияңыз мықты, ал қиялыңыз шексіз. Бүгін рухани дамуға, өнермен айналысуға, немесе шығармашылық идеяларды жүзеге асыруға қолайлы уақыт. Жалпы көңіл күй. Сіз бүгін басқаларға қамқорлық жасап, жылы сөз айту арқылы өзіңіз де қуат аласыз. Кейбір адамдар сізден кеңес сұрауы мүмкін, олардың сенімін ақтаңыз. Бүгінгі оқиғалар сіздің өмірлік құндылықтарыңызды қайта қарауға итермелеуі ықтимал. Карьера және жұмыс. Жұмыста ұжыммен ынтымақтасу жақсы нәтиже береді. Сізге жаңа идеялармен бөлісу ұсынылады, әсіресе шығармашылық бағытта. Мәдениет, өнер, медиа, психология саласында жүрген балықтар үшін табысты күн. Әріптестермен қарым-қатынаста ашық болыңыз, бірақ жеке шекараңызды сақтаңыз. Қаржы. Қаржы тұрғысынан тұрақты күн, бірақ бүгін ірі шығынға бармау ұсынылады. Күтпеген жерден ескі қарыз қайтарылуы мүмкін. Қайырымдылыққа немесе жақындарыңызға көмектесуге көңіл бөлгіңіз келеді. Махаббат және қарым-қатынас. Отбасылы балықтар үшін серіктесімен жүрек жарды әңгіме құруға қолайлы сәт. Жалғыз жүргендер үшін шығармашылық ортада немесе достардың таныстыру мен ерекше танысу мүмкіндігі бар. Сезімдеріңізді жасырмай ашық айту бүгін басты кілт. Денсаулық. Бүгін эмоционалдық шаршау мүмкін, сондықтан медитация немесе тыныш музыка тыңдаңыз. Ұйқы режимін қадағалау аса маңызды. Су элементіне жақын болу, өзен, көл, душ сізге күш-қуат береді. Кеңес. Сіз адамдардың жүрегіне жол таба алатын жансыз. Бүгін сол қасиетіңізді өзіңізге де қолдануды ұмытпаңыз. Міне жұлдыздар бүгін сізге осындай сырын ашты. Күніңіз сәтті, көңіл күйіңіз көтеріңкі болсын. Ешқашан үмітіңізді үзбеңіз, себебі әр таң жаңа мүмкіндік. Егер осы видео сізге ұнаса, арнама тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Ал егер өз жұлдызыңыз туралы көбірек білгіңіз келсе, келесі шығарылымда тағы күтемін. Сау болыңыз, аман жүріңіз.